Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біз 360 қазақ каскадер клубының балалары, жігіттері. Бүгін біз Дендра паркке жүгіруге келдік. Бүгінгі біз алғашқы күніміз. Және де біздің бір күнгі тренировкамызды сіздерге контент қылып көрсететін боламыз. Келдік, бірақ жаңбыр жауып кетті. Жаңадан кез келген бір бизнес немесе спортпен кез келген нәрсемен айналысатын қыз жігіттер, сіздерге бір үлкен кеңесім бар. Егер сізде сондай алғашқы бір нәрсе пландаған болсаңыз, оған ауа райы кез келген нәрсе кедергі болса, атымен жасамаңыздар. Өйткені кез келген нәрсені бастау қиын, ары қарай жалғастыру оңай. Бір ескеретін нәрсе, жүгірген кезде темпті бір қалып ұстау керек. Яғни бірден қатты жүгіріп кетпеу керек, жай жүріп қалмау керек. Бір скоростты ұстау керек, және де демді де соған лайықтау керек. Осы бір ритмді ұстайтын болсақ бізге оңай болады. Оны біздің жігіттердің барлығы жақсы біледі. Міне жаңбыр жауып кеткеннен кейін алдың аса жүгіреміз. Сол кезде жаңбыр тимейді. Қайттан жаңбырға шығып алдыңдар. Былайынан кеттік. Мағандай ғой. Қорқынышты деген бар болады ғой. Айдалада бір үй болады. Содан қашып, бір вампирден қашып келетін кезде талдың арасында осылай қараңғы жермен қашатын. Шunu бар болады ғой. Сондай болады ғой. Міне біз жүгіріп келдік. Алғашқы бірінші күн болғаннан кейін бір шамамен бір 5 километрдей ғана жүгірдік. Ол бірінші күнге болады. Барлығымыз бірге шыққанбыз. Ортада шаршап қалып кеткен жігіттер бар. Ал үлгеріп келген Бақытжан мен түсіп тұрған Әділхан деген жігіт. Жолда жүгіріп келе жатып шаршайсың, бірақ шаршасаң да ішінде бір намысың мықты болатын болса, жоқ мен қалып кетпеуім керек деп соңына дейін жүгіріп келесің. Яғни жүгіріп соңына дейін қалдырмай келтіретін ол адамның денсаулығынан бұрын ішкі намыс, сана сезім деп айтуға болады. Жүгіріп келгеннен кейін бірден тоқтап қалуға болмайды, әрі-бері жүру керек кішкене. Одан кейін турникке тартынған кезде просто асылып тұру керек. Оның пайдасына омыртқаны ретіп. Міне былай. Түскен кезде осы аяқтың ұшымен ғана түсу керек. Өкшемен қарсы ете алатын болсаң, омыртқалар қайтадан жиырылады бір-біріне. Жаңбырдан кейінгі иіс ол деген мәссаған. Еш нәрсе, ешқандай духи, одеколон, ешқандай нәрсенің иісі сонымен теңесе алмайды. Жаңбыр жауып болғаннан кейін шаң басылып, дәл қазір біз орманның ортасындамыз, тура сондай бір иіс шығып жатыр. Мұнан не екен кім білетін? Мультфильм бар еді ғой, қандай мультфильм? Ал табыңдар. Мен өзім ойлаймын, мынандай бір арманым бар да, бір кейін бір үлкен бір үй салсам, оның бауына дәл осындай міне. Осындай өсетін ақ не ол? Тиындардың жаңғағы ма бірдеңе ғой? Осындай өсетін талдар толтырып егіп тастасаң да, сөйтіп тиын сатып алсаң. Сөйтіп тиындарды арасынан жіберіп жіберсең. Сөйтіп өздері, сосын оған жағдай жасап бересің ғой енді. Сөйтіп ары қарай өздері осындайды жеп, оны баптайсың жақсылап. Сөйтіп әрі орман болып тұрады. Сөйтіп өмір сүреді деген арманым бар еді. Аумин. Фара, не болды саған? Адасып кеттің бе, или шаршап қалдың ба? Адасып кеттім. Мына жаттығудың барлығы, аппараттардың барлығы ұятсыздарға арналған. Міне. Жүгіріп келгеннен кейін сәл жүру керек. Барлықтардың естеріне болсын, қыз жігіттер. Қыз, женский, мужской жігіттер істеген кезде болады, бізге бәрібір демеңдер, қыздар. Ол бәріне ортақ. Болғаннан кейін разминка жасаймыз. Дәл осы жаттығуды мектепте істеген кезде күлетіне қоя бір. Дымда күлкілеміз ғой негізі. Еще артына қарай тұрып алып па, қыздар. Негізі мынандай да жаттығу бар негізі, ше? Тек бел ғана. Осындай да бар, белді ғана. Негізі мұның өзі әжептәуір пайдалы. Бірақ бір-бірінен ұялып істемейді. Бірақ осылай істейміз. Бүгін біз адамның қолынан барлығы келеді, яғни нет ничего невозможного деген сөз бар ғой. Кімнің сөзі? Айтал, бақ. Тура осы сөзді біз дәлелдейтін боламыз. Яғни адамның қолынан барлығы келеді. Барлығы болғанда енді шлей андай бір аспанда айда алу деген нәрселер емес. Барлығы келетін біз былай дәлелдейміз. Егер менің қолымнан келмейді деп адам айтатын болса, оған миға сондай бір сигнал келетін болса, істей алмаймын деген. Болды, ол адам оны өліп кетсін істей алмайды.
өйткені ми шешім қабылдап қойған, біз оны бәрібір жасай алмаймыз деп. Ал егер керісінше біз бірінші миды соған сендіретін болсақ, жоқ, менің қолымнан келеді, біз оны жасай аламыз деп миды бірінші сендіретін болсақ, онда дене оны жасай алады деген сөз. Тура соның дәлелі болсын. Бүгін бетейік, ойламаған жерден. Мен өзім өмірімде бір жасап көрмеген бір трюкті алайын. Және соны бүгін үйреніп көрейін, жасап. Егер мен жасай алам деп сенетін болсам, міндетті түрде оны үйренеміз. Қандай трюк жасауға болады? Мысалы, 540 тепкен кезде мен тек бір аяқпен ғана тебемін, екі аяқпен де теуге болады. Даже 3 рет теуге болады. Оны мен Нұрдәулет деген досым, біздің яғни тренеріміз істеп жүр. Готовимся. Ты шаршап тұрсың. И Экшн! Мен бұны өмірімде әлі дұрыстап жасап көрген емеспін, бірақ техникасын зерттеп, бүгін жасап көреміз. Ой, кешіп қаласың ба? Кешіп қалмады басым. Жаңа уәде берген нәрсе бар ғой, 540 деген. Ол мені былай орындалады. Ал енді екі аяқты тигізу деген ол. Көрейік бірінші. Саған бір айта кететін жағдай бұл. Жоқ шығару үшін мынау да көмектеседі. Аяқты биіктеу жерге қойып алып. А балтырға күш береді, сол кезде балтырдың күшімен күрежіп қатты оғылады. Балтыр. Вот заңғар сен жеге курс ашшы. Бір аяқпен жасауға болады, бір аяқпен. Міне тұрмыз, істей береміз. Айта түсеміз. Ал бір аяқпен майыстырмай міну деген ол оңай емес ол. Оны прыжок өте мықты Бексұлтан ғана істей алады. Істей алады. Мен сөзім тыңдаймай қалсыңдар, кейін YouTube'дан көріп аласыңдар мынаны. Түсіндіңдер ма? Сөйтіп просмотр көбейтіп бересіңдер. Просмотр көбейтіп, лайк басып, колокольчикті басып, комментарий жазыңдар. Достарыңа жіберіңдер. Мақұл? Қызыл түсті жек көретіндер қызылды басып жасылғы жіберсін дейді. Міне жаңа 540-ты үйренуге дайындалып жатырмыз, бірақ бірден секіре салуға болмайды. Өйткені біздің денеміз физикалық тұрғыдан дайын болмайды. Оған дайын болу үшін біз оңайынан бастаймыз. Яғни мынандай бір жаттығу бар. Дәл осы мынау ғой. Неше болды? Көп болды. Мына. Бірнеше сандар ғой. Санамайсың ба? Сол аяқ көтер. Міне дәл осы жаттығуды жасаймыз. Бұл жаттығудың пайдасы каскадерскийде көбінесе біз аяқты көп қолданамыз. Өйткені кинода қолмен ұрып төбелескеннен гөрі аяқпен теуіп төбелескен бәрібір әдемі көрінеді. Сол үшін біз акробатика мен таэквондоға қаттырақ көңіл бөлеміз. И бетіне тепті. Очко, давай, жүзе қара, көзге. Балдарды осылай жиі спаррингке шығарып тұру керек. Өйткені бұнау адам психологически мықты болу керек қой, духтан сынбау керек қой. Егер тек қана тренировка жасап, бірақ рингке шығып көрмеген болсаң, онда сенен мықты спортшы шығады деп айта алмаймын. Давай, тоқтама, Не десе каратэде бір-біріне қарады. Су деймін ба, бірдеңе дейді ғой, файт дейді ғой. Не дейді білмейміз да. Дайынсың ба? Сен дайынсың ба? Вот дейсің, да? Fight! Шығып кеттіңдер ғой рингтен.
Әне қара, кірбаңдар. Кір, қай сағатқа шегін. Бетіне тиетін ал негізі, ә? Жоқ, айып тастайтын еді. Қалдырма, жетті ана ішіне. Артқа кемеге қалдырма. Стама аяқтап. Бірая, растыры бір қол бітіңіз, растырым бірая. Бір сәтте бір дейді. Осылай біріңізбен жиі шығып тұру керек. Бірақ біткеннен кейін кет қалмайыз қайтқан кезде деп. Енді шыққан жаққа барып, аттың артында ана жерде кісі болып тұрсын деп ерегісіп төбелескөдіге болмайды. Түсінді ма? Абайдың сөзі бар. Құрметті достар, Абай Құнанбаевтың сөзі бар. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Мына жер дәл осы тренировка, ол негізі жеңілетін жер. Жеңілетін болсаңдар, қателесетін болсаңдар, әбден осы жерде қателесіп жеңіліп алу керек. Ал шынайы үлкен өмірде қателікті ешкім кешірмейді. Ал мына жерде қателесу арқылы үйренеміз. Және құрметті достар, тренировка кезінде адамды міндетті түрде шөл қысады. Сол кезде міндетті түрде қайнаған су өздеріңізбен алып келіңіздер. Міне бізде Заңғар деген жігіт горел алып келген, тренировка кезде шөл жемдеп тастайды. Бірақ газовый нәрселер ол болмайды. Жаңа айтқандай біздің бауырымызға, ары қарай асқазанымызға зиян болады. Жылы қайнаған су алып шығамыз. Оның өзін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті отырып ішеміз. Және де 3 рет ұрттаймыз. Тренировканың ортасында отырып қол тауыс қойып, бәрін қарның тыңқиып, қайтадан тұрамай қалсаң, ондай нәрсе болмайды. 500 алып кім деп алады ал? 500 сәсін. 300 алып кім деп алады? Шыңлар. О, нормально. 300 алып кім айналды. Бірақ әнді мына омыртқа зиян келмейтіндей қып секу керек. О, шағын деп алады 300 алып. Прави. Қалай? О, молодец, шығып Кәнтай ол. Мына өзі 160-қа жатады неге, 160 градус айналып шығады. Бұның өзі міне оңай емес, бірақ техникасымен әдемі теу керек. Міне, көріп тұрғандарыңыздай кез келген нәрсе үйренуге болады. Ең бастысы міне 540-та 2 рет тептік. Ары қарай техниканы дұрыстау өзіміздің қолымызда. Молодец. Тренировканың аяқ жағына келген кезде сәл өзі құтыратындары бар да. Тренировка істеп жатқан кезде түрлері ана кетеді ғой. Аяйсың да одан кейін. Болыпты, бүгінге осы дейсің ғой. Бітті дегенде бастайды. Жерге отыр. Істейтін кезде мына жер, мынау резинка қылып істеген. Негізі осындай жерде сальто істеу керек. Мынандай цемент жерде істеуге болмайды. Егер істейтін болсақ, жерге қатты түскен кезде омыртқа ауырады. Міне үйде, мысалы тренировкада даянып бар, резиновый, мысалы 2 сантиметр, немесе матрас бар, міне мынау резина. Дәл осындай жерлерде істейміз. Денсаулыққа қарайық барлығымыз, денсаулық өйткені Құдайдың бізге берген аманаты. Көз тасақ. Міне құрметті достар, уақытымызды босқа әшейін игротекаға барып, немесе соған ұқсайтын нәрселерге барып босқа өткізгеннен гөрі, үйде телефон шылау өткізгеннен гөрі, міне осындай керемет табиғатқа, таза ауаға келіп, тренировка жасап, өзімізге пайдалы дүниелерге уақытымызды жұмсайық. Өмірде екі қайтадан айналып келмейтін нәрсе бар адамға. Не нәрсе екенін білесіздер ме? Оның бірінші уақыт, екінші денсаулық. Оны қанша де мықты байлығың болғанымен қайтарып ала алмайсың. Бізде бір ғана вариант бар, оның қадірін білу керекпіз. Аудолестичев бар беген шешенгі десек. Міне құрметті достар, біз міне бүгін жаңадан дәл осындай контент бастадық. Бұл бірінші бөлім. Алда әлі талай өзіміздің тәжірибемізде бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Егер біздің видеоның сіздерге пайдасы тиген болса, біз әр уақытта қуаныштымыз. Жігіттер, мықты болайық, босамайық. Және құрметті достар, бүгін 19 маусым қала күні екен. Қала күнінің құрметіне біздің 360 қазақ каскадер клубының жігіттері мынандай аруларға, жалпы жер бетінде аналарымызға, барша аруларымызға ән айтып береміз. Береге арнайды екен. Кет!
Қаншайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселе, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсаң егер кей кезде, сен кеше көр. Біреу сөзін білмейді ғой өтіріктен. Қаншайымым ау, дей салды.